сабағымызды бастамас бұрын барлығымыз шаттық шеңберіне тұрайық. Бүгінгі күнде сәттілік тілеймін. Қане, барлығымыз жақсы тілекпен көгершінге ұшырайық. Әбілмансұр, бүгінгі күніңе сәттілік. Бүгінгі сабақта ойың ұшқыр болсын. Бүгінгі сабағың жақсы өтсін. Бүгінгі сабағыңда зейінді бол. Сабаққа белсенді қатыс. Бүгінгі сабағыңда бесал. Мұғалімнің айтқанын тыңда. Бүгінгі сабаққа зейінді қатыс. Мен сізге денсаулық тілеймін. Көп рахмет. Олай болса орнымызға жайғасайық. Балалар, олай болса сабаққа деген қызығушылығымызды арттыру үшін тақтаға қарайық. Тақтадағы Мына жерде бірнеше сөйлеудің басы берілген. Қалаған ұяшықты таңдап, сөйлеуді өз ойларыңызбен жалғастырыңыздар. Сәттілік тілеймін. олай болса, Іңкәр, орныңнан тұра қой. Қандай сұрақ берілген? Әділ болу дегеніміз, ол өтірік айтпау, мазақтамау, әділдіктің белгісі. Өте жақсы. Келесі, Фархат. Өз ісіне жауапкершілікпен қараймын. Себебі? Себебі ол өзінің жауапкершілігінің. Өйткені мен бүгінгі мақсатым сабақ оқу, сұрақтарға жауап беру. Өте тамаша. Отыра қой. Келесі сұраққа жауап береді Бибінұр. Егер әділетсіздік көрсем, Егер мен әділетсіздік көрсем, мен оған әділетті болуды үйретуші едім. Жақсылықты айтушы едім. Дұрыс айтады. Ақылды кеңес беріп, оған жол нұсқап бағдар бересің. Солай ма? Өте жақсы. Отыра қой. Келесі сұраққа жауап береді Әбілмансұр. Әділ адамды мен шыншыл өз сөзінде тұратын адам деп атаймын. Өте тамаша. Олай болса, барлығымыз әділ, шыншыл болуымыз керек. Отыра қой. Олай болса, балалар, бүгінгі сабақта қазір жұмыс жасау үшін топқа бөлінеміз. Бірінші, Іңкәр. Қайяшық. Мен бірінші оюды таңдаймын. Бірінші ою, бірінші топ. Отыра қой. Милана. Мен екінші. Екінші топ. Жақсы. Келесі, Амина. Екінші топ. Әбілмансұр. Бірінші топ. Рысай. Екінші топ. Бибінұр. Бірінші топ. Бағдәулет. Бірінші топ. Фархат. Екінші топ. Жақсы, балалар олай болса, орнымызға кітап дәптерімізбен отыра қалайық. Олай болса, балалар, миға шабуыл әдісі арқылы алдарыңыздағы асықтарды түс-түсімен таңдайтын боламыз. Яғни, өтілген тақырыптардың сұрағына жауап береміз. Ең бірінші кім таңдайды екен? Бірінші болып асықты? Рысай, тұра қой. Сары асық, е? Жақсы, олай болса, сары асықты ашайық ұяшығын. Сайын Мұратбеков қазақ әдебиетінде қандай тақырыптарды жиі жазды? Соғыс туралы, жетім балалардың тағдыры, жесір ата-аналардың тағдыры, әке мен ағаның тағдыры, соғыстағы қаралы хаттар, суреттеледі. Өте жақсы. Шынымен де балалар, сол кезеңдегі балалардың тағдырының бейнесін көз алдымызға Сайын Мұратбековтың жусанысы елестетеді. Солай ма? Өте жақсы. Олай болса, келесі болып кім таңдайды екен? Әбілмансұр. Жасыл асық дейді. Жусан иісі әңгімесінің авторы кім? Жусан иісі әңгімесінің авторы Сайын Мұратбеков. Оның туып өскен жері Алматы қаласындағы Ақсу деген жерде.
туып өскен, иә? Жақсы. Ал балалар, туған жылы қай жыл, өмір сүрген жылдарын кім айтып кетер екен? Архат. Сайын Мұратбеков 1936 жылы туылып, 2007 жылы өмірден қайтқан. Сайын Мұратбеков Алматы облысында Хапал деген ауданда туылып, Қоңыр деген ауылында дүниеге келген. Жақсы. Яғни, сол ауылдың, яғни сіз айтып тұрған бір жер, солай ма? Иә. Жақсы. Қайталап жүрші кәні? Сайын Мұратбеков 1936 жылы туылып, 2007 жылы дүниеден қайтқан. Сайын Мұратбеков Алматы облысында Хапал ауданында Қоңыр деген ауылында дүниеге келген. Дұрыс айтасың. Енді дұрыс болды. Солай ма балалар? Өте жақсы. Отыра ғой. Келесі болып кім таңдайды екен? Келесі болып кім таңдайды екен? Іңкәр, қайсысын таңдайсың? Көк асық пен жасыл асық қалды. Өте жақсы. Көк асық. Жұмсар әңгімесін жазуда автордың өмірлік тәжірибесі қалай әсер етті? Ата-ананы қадірлеу, жетім балалардың тағдыры, ауылдың тынысы. Дұрыс айтады, ауыл өмірі. Себебі балалар, жаңа сіздер айтып отырсыздар, иә? Сайын Мұратбек 1936 жылы дүниеге келді деп, иә? Сонда қандай тарихи оқиғамен тұспа-тұс келеді? Кәні Бақберген отыра қойыңдар. Жақсы. Қандай тарихи оқиға есіңізге түседі осындайда? Екінші? Дүниежүзілік соғыс. Дұрыс айтады. 1941-45 жылдар аралығындағы екінші дүниежүзілік соғыс Сайын Мұратбектің балалық шағына әсер еткен екен. Жақсы. Келесі болып кім таңдайды? Соңғы яшыққа кім жауап берер екен? Қаны қолыңызды көтереміз. Қаны? Ямина? Тұра ғой. Сайын Мұратбектің шығармаларының басты ерекшелігі неде? Сайын Мұратбековтың шығармаларының басты ерекшелігі ол жетім балалардың тағдырын суреттейді. Жақсы. Өте жақсы. Олай болса, жақсы. Келесі тапсырмаға көз жүгіртейік. Ол кезде біз бәріміз бірдей, әкесіз, аш-жалаңаш. Бірақ ертеңге деген сеніміміз зор еді. Біздің ауылға аян келген күн әлі есімде. Ол өзгеше бала болатын. Оның ақсаңдаған аяғы емес, оның ғажайып ертегілері бізді таңқалдырды. Күн батып қараңғылық түскенде біз оны қоршап отырып, қиял әлеміне енетінбіз. Аянның әрбір сөзі бізді аштықтан да, соғыстың суығынан да құтқаратын сиқырлы күшті еді. Ол бізге алтын сарайлар, бақытты өмір мен алыстағы ағаларымыз туралы айтатын. Бірақ Балалар, олай болса, Аянның тағдыры сіздер үйден оқып, танысып келдіңіздер бұл шығармамен, солай ма? Олай болса, қазір осы Аянның тағдырын елестете отырып, тапсырма орындайтын боламыз. Барлығымыз алдымызға. Балалар, олай болса, қазір топты жұмыс жасайтын боламыз. Осы бөлініп отырған екі топқа, бірінші топ, яғни мәселені анықтау бойынша ертегі құрастыратын боламыз. Екінші топ, идеяны түсіндіру бағалау бойынша авторға хат жазатын боламыз. Яғни, баяғыда бір жетім бала болыпты. Осы шығарманың эпизоды бойынша осыны жалғастырып жазамыз. Түсініп отырсыздар ма? Ал сіздер болсаңыздар, Аянға хат жазатын боласыздар. Аянға хат. Оқушылар, олай болса сіздер топты жұмысты аяқтасаңыздар,
бойынша ертегіні кім қорғайды екен? Фақат автор орындығына отырып, өзің құрастырған, топпен құрастырған ертегіні оқитын болады. Барлығымыз тыңдаймыз балалар. Баяғыда бір жетім бала болыпты. Оның аты Аян екен. Ол ерте есейіп, тағдырдың тау құрметін көріп еді. Соғыс жылдары ата-анасынан айырылып, ауыл адамдарының көмегімен күн көреді. Киімі жұпыны, қарны тоқ емес болса да, ол өте мейірімді, қиялы бай бала болып өседі. Аян кешкісін балаларды айналасына жинап алып, қызықты ертегілер айтып береді. Балалар оның әңгімесін сүйсініп тыңдайды. Сол ертегілер арқылы ол өз мұңын ұмытқандай болады. Оның жанын жұбататын бір нәрсе туған жердің жусан иісі еді. Жусанның иісі оған анасын, балалық шағын еске түсіретін. Құрастырған Серік Фархат. Жақсы, отыра ғой. Жақсы, балалар. Сонымен, ал ертегінің соңы немен аяқталды? Аян бақытты да, баянды ғұмыр кешеді. Жақсы. Авторға хат бойынша кім оқиды? Ямина, автор орындығына отыра ғой. Қымбатты Аян, саған осы хатты жазып отырмын. Сенің тағдырың мені қатты толқытты. Бала болсаң да өмірдің ауырлығын ерте көтердім. Соғыс жылдарындағы қиындықтарға қарамай, сабыр сақтап айналаңда мейіріммен мейірімшілік білдірдің. Сенің ертегілерің мен қиялға толы әңгімелерің ауыл балаларына үміт сыйлайды. Өз қайғымды білдірмей, басқаларға қуаныш сыйлағаның нағыз батырлық деп ойлаймын. Жусанның иісі сен үшін туған жердің балалық шақтың белгісі сияқты сезіледі. Маған сенің жусан иісі повесі қатты ұнады. Хат жазған Ямина. Жақсы. Отыра ғой. Басты кейіпкер Аян Яминаға қатты әсер еткен екен. Жақсы. Оқушылар, олай болса бойымызды бірге сергітіп алайық. Осы топпен жұмысты аяқтадық қой. Енді жұппен жұмыс жасаймыз. Тілші әдісі арқылы қазір мынандай тапсырма беріп тұр. Тақтаға қараймыз. Яғни, біреуіңіз тілші, екіншіңіз сұхбат беруші боласыздар. Тілшінің сұрақтарына шығарманың негізгі идеясы қандай? Бұл шығармада көтерілген тақырып неде? Тақырып пен идея қалай байланысады? Автор бұл шығарма арқылы оқырманға қандай ой айтқысы келді? Сенің ойынша бұл идея бүгінгі өмірмен қалай үндеседі? Екі сөйлеммен жауап жасайтын боламыз. Қана, барлығымыз бүгінгі күнді жазамыз. Қаңтардың 29-ы. Қаңтардың 29-ы. Сайын Мұратбеков, жусан иісі. Олай болса балалар, жұптық жұмыс арқылы, тілші әдісі арқылы тақтада берілген сұрақтарға жауап бердік пе? Жауап беретін болсақ, тақтаға кім шығады балалар? Қаны басқа. Бибінұр мен Іңкәр шықсын, е? Бибінұр сен тілші бол, Іңкәр сен, яғни сұхбат беруші. Іңкәр, шығарманың негізгі идеясы қандай? Соғыс жылдарындағы ауыр тұрмыс пен жетімдіктің тауқыметін бастан кешкен балалардың тағдыры арқылы адам бойындағы рухани тазалықты, мейірімділікті, үміт пен қиялдың күші екенін көрсету. Өте жақсы, тамаша. Олай болса, Іңкәр, Бибінұр отыра ғой. Келесі топ. Тақырып пен идея қалай байланысады? Ырысай мен Милана шыға ғой. Ырысай сіз тілшісіз, Милана сіз сұхбат берушісіз. Милана, тақырып пен идея қалай байланысады? Автор адам баласы қандай қиындық көрсе де үмітін
үмітін үзбеу керектігін түсіндіреді. Жақсы отыра қойыңдар. Жақсы балалар, олай болса қазір біз кейіпкерлердің келбетін ашатын боламыз. Сіздерге Аян, Садық, Есікбай, 3 кейіпкерді ашатын боламыз. Қосым, Бапай, Тұржан. Қандай кейіпкерлер? Ал мінездерінен қандай ерекшеліктерді, өзгешеліктерді байқадыңдар балалар? Жақсы. Тез арада бөлініп жаза қояйық. Болдық па балалар? Аяқтадық па? Олай болса, қане кім оқиды екен? Кім оқиды екен? Бап берген оқи ғой. Қай кейіпкерді оқиды деп отырсыз? Тұра ғой. Садық мейірімді, Аянның сыныптасы, ақылды, ол Аянға қиын кездері көмектеседі. Жақсы. Келесі, сіздерге қандай кейіпкер? Қасым. Тұржанды оқи ғой Милана. Өзімшіл, қызғаншақ, әділетсіз, өтірікші, тәкаппар, қорқақтау. Өте жақсы. Отыра қойыңдар. Жақсы балалар, олай болса, бүгінгі Сайын Мұратбектің Жұмсақ иісі шығармасының композициялық құрылымымен, яғни композициялық құрылымы оқиғаның басталуы, оқиғаның байланысуы, оқиғаның дамуы, оқиғаның шиеленісуі, оқиғаның шарықтау шешімін 2 топ шығарып жазатын боламыз. Ал топтық жұмыс. Көмектесеміз. Жақсы балалар, осы композициялық талдау бойынша кім айтады екен? Бибінұр, бірінші топтан. Оқиғаның басталуы. Есте қалған балалық шағым. Дұрыс па балалар? Өте жақсы. Келесі, оқиғаның байланысуы. Есікбай мен Аянның төбелесуі. Өте жақсы, дұрыс па балалар? Жақсы, өте тамаша. Келесі. Оқиғаның дамуы. Аянның тобылғысы тайып. Тобығының тайып кетуі. Келесі. Келесі кім оқиды? Рысай. Оқу келесі жылға қалдырылады. Жақсы. Келесі Ямина. Оқи ғой. Шарықтау шегі. Оқиғаның шарықтау шегі. Аянның әкесінің Қаралы қағазын алуы. Дұрыс айтады, қаралы қағаздың келуі. Ал Милана, ең соңғы шешімі не болды сонымен? Оқиғаның шешімі. Аян балалар үйіне кетуі. Аянның балалар үйіне кетуі. Жақсы балалар, олай болса, келесі кезекте тақтаға назар аударайық. Жақсы балалар, олай болса, Білгенге Маржан айдарында қазір Qz сайтына кіру арқылы QR-ды сканерлейміз. Сондағы тапсырманы орындайтын боламыз. Жақсы, егер көрінбесе жақындап келіп, түсіріп алыңыздар, сканерлеп алыңыздар. Жақсы, орнымызға отыра қалайық. Аты жөнімізді толық жазамыз. Қазір сіздердің жинаған балдарыңызды көретін боламыз.
Өте жақсы. Жақсы ойнап жатырмыз тамақты. Ойнамаңыз балалар, ойнап жауап береміз сұрақтарға. Балалар тамақтадық па? Иә. Аяқтадық па? Өте жақсы. Нәтижелерімізді қазір тақтадан қарайтын боламыз. Жақсы балалар, олай болса нәтижемізді тақтадан көретін боламыз. Сонымен ең бірінші Өкпай Мансұр барлығына жауап берген екен, екінші миллионер Бақберген, үшінші орында Омарова Ямина. Мына жерден сапаларымызды көруге болады. Кім қай сұраққа неше пайыз жауап бергендігін. Қазір өзімізді жақсы бүгінгі сабақ бойынша рефлексия жасайық. Түсіндім, сұрағым бар, түсінбедім. Егер де түсіндім десеңіздер, қолдарыңызды көтеріңіздер, оң жақ қолдарыңызды, сұрағым бар десеңіздер, сол жақ қолдарыңызды, ал түсінбедім десеңіздер, екі қолдарыңызды көтересіздер. Жақсы. Сонымен барлығымызға бүгінгі сабақ түсінікті болды. Солай ма? Өте жақсы. Бүгінгі сабақ бойынша Іңкәрға 9 балл, Бибінұрға 8 балл, Яминаға 9 балл, Миланаға 7 балл, Ырсайға 7 балл, Фархатқа 8 балл, Әбілмансұрға 7 балл, Бақбергенге 6 балл. Жақсы. Олай болса, үйге